Баяғы өткен заманда бір орманда түлкі мен қоян дос болыпты. Олар бір-бірін жақсы көріп, күн сайын орман ішінде бірге ойнататын. Түлкі өте ақылды және қорқақ емес еді. Ал қоян болса ашық-жарқын әрі мейірімді болатын. Бір күні орманға үлкен, күшті аю келіп барлығын қорқытты. Мен ормандағы барлық жануарларды басқарғым келеді, деп айқайлады аю. Жануарлар үрейлерін қайда қашарын білмеді. Түлкі мен қоян осы жағдайды көріп ақылдасып отырды. Түлкі аюдың күшіне сеніп, оған ұнау үшін зұлымдық жасап көруді ұсынды. Бірақ қоян басын шайқап, "Жоқ, түлкі, адал болу керек. Қиындық келгенде біз күшпен емес, ақылмен және достықпен шешу керек", деді. Түлкі басын шайқап, бірақ қоянның сөзін тыңдауға шешім қабылдады. Олар ормандағы басқа жануарлармен бірге аюға қарсы тұру үшін бірігіп жиналды. Қоян мен түлкі аюдың алдына шығып, оған былай деді: "Ей аю, бәріміз бірге орманда өмір сүріп келеміз. Біз сен күшің емес, ақылдығыңды бағалаймыз. Егер сен бізбен әділ әрі достық қарым-қатынас орнатсаң, бәріміз бірге тыныш өмір сүре аламыз. Бірақ егер сен бізді қорқытып билік жүргізгің келсе, біз бәріміз бірігіп қарсы тұрамыз." Аю ұзақ ойланып, содан кейін аяушылықпен күлді. "Иә, сендер қандай ақылдысыңдар. Менің күшім бар деп ойладым, бірақ күшім мәнінде достық пен ақылдық ең үлкен күш." Содан бері аю ормандағы барлық жануарларға көмек көрсете бастады. Ал түлкі мен қоян орманның ең жақын досы болып қалды. Олар барлығына адалдық пен жақсы болуды үйретті.